Қайырлы күн достар, баршаңызға сіздерге ішек қарыннан жасалатын фаршированный перецтің рецептімен бөлісетін боламын. Егер сіздерде үйде ішек қарын болса, үйдегілер жемейтін болса, осылай менің жасаған жолыммен жасап көріңіздер. Не дәмі де, иісі де білінбей қалады, байқамай жеп қоятын болады. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетсеңіздер, келесі шыққан видеоны сіздер бірінші болып көре аласыздар. Ал енді кеттік, бастайық. Бісміллә деп, мен барлығын осылай дайындап алдым. Етімді және ішек қарынымды ет тартқыштан өткізіп алдым. Етіңізді де, ішек қарныңызды да елуде елу қылып аласыздар. Сол кезде дәмі білінбейді. Және ішек қарнымызды бір қайнатып алуымыз керек, бір пысытып алуымыз керек. Оны білетін шығарсыздар, ол видеоға түсірілген жоқ. Үстіне бір пиязымызды өте ұсақ етіп турап саламыз, және ыстық суда бұқтырылған күрішімізді салатын боламыз. Мен күрішті тек ыстық судыға 20 минутқа қойып қойдым. Жақсылап жуып, тұзын және қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Басқа ешқандай қоспа қосқан жоқпын. Тек тұз бен қара бұрышты ғана қосып алатын боламыз. Барлығын бір келкі болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Достар, ішек қарын өте майлы болғандықтан бұл тағам дәмді болады. Оған ет қосылғандықтан бұның дәмі де ешқандай білінбейді. Жақсылап бұрыштап, тұздап, араластырып, осылай дайындап алатын боламыз. Менде перецті осылай барлығын кесіп, ашып, дайындап қойдым. Ортасын тазалап, осыған енді дайын болған фаршымызды қасықтың көмегімен осылай салып алатын боламыз барлығын. Мінекей, сіздерде осылай барлығын дайындап аласыздар. Мінекей осылай болып шығады. Барлығын дайындап алғаннан кейін қазанымызға осылай майымызды құйып, қыздырып, үстіне бір пиязымызды ұсақ етіп турап салып, жақсылап қызартып, қуырып алатын боламыз. Пиязымыз жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне бір сәбізімізді үткіштен өткізіп, сәбізімізді де салып, сәбізіміз жақсылап жұмсарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Барлығын жақсылап қуырып, үстіне томат пастасынан бір ас қасықтан салып, томаттың қышқылдығы кеткенше кішкене қуырып алатын боламыз. Бір минуттай осылай қуырып алғаннан кейін үстіне суымызды құятын боламыз. Суымызды өте көп құйып жібермеңіздер. Біздің переціміз жартылай батып тұрса, 70% батып тұрса, сол жарайды. Суымыздың барлығын құйып болғаннан кейін перецімізді осылай ыңғайлап салып алатын боламыз.
Мінекей перецімізді осылай барлығын біркелкі етіп жоғарыға қаратып осылай салып алдым. Біздің суымыз осындай болуы қажет, қатты толтырмауымыз керек, және біз қатты емес жай отта қайнатуымыз керек 30 минуттай. Мінекей 30 минут өтті, менікі барлығы дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес етемін. Бізде ішек қарының не иісі де дәмі де білінбейді. Үйдегі ішек қарныңызды ысырап етпей осылай жасап тастасаңыздар білінбей кетеді. Егер сіздер достар менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды және қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жанар Баймұрат. Ас болсын, сау болыңыздар.